Облыстағы білім нысандарының құрылысы бойынша 3 жылдық жол картасы әзірленген десек, келер жылдың бюджетін нақтылау барысында аталмыш құжатқа бірқатар өзгерістер енгізілуі мүмкін. Бұл орайда тұрғындардың қажеттілігі мен өзекті мәселелердің шешілу барысы басты назарға алынбақ. Тараз қаласындағы бірқатар әлеуметтік нысандарды аралаған облыс әкімі Асқар Мырзахметов осыған айрықша көңіл бөлді. Аймақ басшысы алдымен қаладағы старт жекеменшік мектебінің жұмысымен танысты. 2017 жылы бой көтерген білім беру нысанының сыйымдылығы 160 балаға шақталған. Бастауыш мектеп негізінде сабақ беретін оқу ордасында 4-ші сыныпқа дейінгі балалар қабылданады. Бүгінде онда 130 бала білім алуда. Оқушылар үшін барлық жайлы жағдай жасалынған. Мекемеде пән сабақтарынан бөлек спорттық, танымдық және өнер бағытындағы 5 үйірме жұмыс жасайды. Сондай-ақ мекемеге қарасты Сәбижан балабақшасында бүлдіршіндер үшін қажетті қолайлылықтар қарастырылған. Асқар Исабекұлы оқу ордасындағы білім сапасына назар аударып, мұндай жекеменшік мекемелердің тиімділігін, олардың санын арттырудың маңыздылығын баса айтты. Бұдан соң өңір басшысы азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Тараз қалалық нөмірі 2-ші халыққа қызмет көрсету орталығы ғимараты мен нөмірі 16-шы, нөмірі 22-ші және Жолдасбеков атындағы нөмірі 50-ші орта мектептің жұмысымен танысып, нысан ғимараттарының жай-күйін барлады. Олардың бір қатарына күрделі жөндеу, енді біріне жаңа ғимарат соғу мәселелері қаралды. Айталық, Тараз қаласы Мәмбет Батыр көшесінде орналасқан нөмірі 50-ші орта мектептің сыйымдылығы 540 оқушы десек, қазіргі таңда онда 1300-ден аса оқушы 2 ауысымда білім алуда. Олардың 600-ден астамы Қайнар алқабынан тасымал арқылы қатынап оқуда. Асқар Исабекұлы осыған баса назар аударып, Қайнар алқабынан 600 орындық мектеп соғуды келер жылдан кешіктірмей бастауды тапсырды. Осылайша аталмыш мектептегі оқушы сыйымдылығы мәселесі шешілетін болса, ғимараты күрделі жөндеуден өтпек. Осы жерден мектеп салынса, жаңағы мынау 50-ші мектептің дегі оқушы орны тапшылығы бар мектептің мәселесі шешіледі. Енді мектепке дейінгі тәрбиемен балаларды қамтуда осы жекеменшік балабақшалардың есебінен біз жаңағы 100% үлеске жетіп отырмыз. Мектепке дейінгі 3-6 жасар балалардың осы жылдың соңына дейін 100% қамтуымыз керек қой. Сондықтан да біз осы ашылған балабақшалардың есебінен межемізге қол жеткізгелі отырмыз. Қайнар алқабындағы 100 орындық жекеменшік ажар балабақшасы мен 20 келушіге арналған отбасылық дәрігерлік амбулаторияға ат басын бұрған Асқар Исабекұлы алқаптағы бұған дейін көтерілген өзекті мәселелердің шешілу барысына қанықты. Тараз қаласының әкімі Қайрат Досаев алқап тұрғындарының өтініші бойынша мұнда амбулатория, 2 балабақша ашылып, көшелерді жарықтандыру жайында жолға қойылғанын жеткізді. Көтерілген мәселе мынау көше жарығы болатын. Көше жарығы да қазір іске қосылып отыр. Оның үстіндегі мынау қазіргі автобустардың маршруты 12-ші, 13-ші маршрут бұны да кіргізіп отырмыз. Сондықтан ендігі үлкен алда тұрған мәселе Асқар Исабековті апарып көрсетіп отырмыз. Сондағы Талчоқтағы 50-ші орта мектеп, ол жерде мына осы Радимчок алқабынан 660 бала тасымалдаумен барып отыр. Енді мектеп мәселесі шешу, бұл жайындағы пилоттық жоба бойынша мына элеватор алқабынан біздегі 600 орындық мектептің орны дайындалып отыр. Егер де осы шешілген жағдайда, мысалы жаңағы осы жерде оқып жатқан 660 балалардың бәрі осы Радимчоктағы оқитын болады. Сонымен қатар қалашілік нөмірі 12-ші, нөмірі 13-ші қоғамдық көліктер алқапқа қатынап, тұрғындардың көптен күткен тілегі орындалған. Алдағы уақытта алқапта балабақшалар саны артып, басқа да мәселелер назарда болмақ. Перизат Қуатқызы, Нұрбол Қыстаубек, 7-7 Ньюс.